Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге қысқа уақыт ішінде арықтауыңызға көмектесетін ең үздік деген диеталармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздің денсаулығыңызға қамқорлық әрқашан трендте. Дұрыс тамақтану, жаттығу, жақсы ұйқы, мұның бәрі жақсы сезінуге және керемет көрінуге көмектеседі. Бір апта ішінде үйде салмақ жоғалту үшін сіз бірнеше ережелерді сақтауыңыз керек. Күніне кеміне 2 литр сұйықтықты тұтыну. Ұйқыға дейін кемінде 3 сағат бұрын кешкі ас ішу. Аштықты сезінгенде ғана тамақтаныңыз. Жеткілікті ұйықтау. Диетаның негізінде пайдалы тағамдарды қосу. Қуырылған тағамдарды, тез дайындалатын тағамдарды немесе жеңіл тағамдарды жеуге болмайды. Қант, тұз, ақ ұн және осы ингредиенттер жоғары тағамдардан бас тарту. Жылдам салмақ жоғалтуға арналған көптеген диеталар бар. Төменде апта ішінде салмақ жоғалтуға арналған ең танымал диета нұсқалары берілген. Бірінші, монодиета. Ол бір апта бойы бір өнімді пайдаланудан тұрады. Бұл барлығы төтеп бере алмайтын өте қатаң шектеу. Бірақ монодиеталар салмақты кем дегенде 5 килограммға дейін азайтуға мүмкіндік береді. Сондықтан, егер сіз өзіңіздің талғамыңызға қарай негізгі өнімді таңдасаңыз, онда бір апта ішінде өзіңіз қалаған дене бітіміне жетуге әбден болады. Ең танымал монодиета нұсқаларының бірі қарақұмық. Қарақұмық денені тамаша қанықтырады және тез салмақ жоғалтуға мүмкіндік беретін бірегей төмен калориялы өнім. Ағзаны тазартып қана қоймай, артық майлармен де күресуге қауқарлы. Қарақұмық жармасын қайнату шарт емес, қайнаған суға 3-4 сағат бұқтырып қойсаңыз, тағамыңыз дайын. Ешқандай қоспасыз осы тағамды тұтынсаңыз, бір апта ішінде 5 килограммнан құтыласыз. Әйгілі күріш диетасы. Дайындау тәсілі: кешкісін бір ас қасық күрішті аламыз. Оны жуып, кесеге салып, күріш батып тұратындай етіп салқын су құямыз. Осылай түнімен тұрады, бөгеді. Бойында бос радикалдар пайда болады. Таңертең суын төгіп тастап күрішті жейміз. Егер шейкідей жеген қиын болса, қайнатып жұмсартып жеңіздер. Күріш шейкі немесе жартылай шейкі болғандықтан ол асқазанда қорытылмай бірден ішекке барады. Ішектегі барлық шлак токсиндерді және басқа артық заттарды бойына сіңіреді. Тек артық шлактарды ғана емес, сонымен қатар пайдалы кейбір минералдарды да бойына сіңіріп, ағзадан шайып әкетеді. Сондықтан бұл әдіс жүкті, емізулі әйелдерге ұсынылмайды. 2-3 сағаттан соң 1-2 стакан су ішеміз де 15 минуттан соң таңғы асымызды ішеміз. Әрі қарай әдеттегідей тамақтанып жүре бересіздер. Кешкісін күріш жемейміз. Кәдімгі кешкі ас ішеміз. Күрішпен тазалану әдісін қолданып жүргенде майлы дүкендегі жартылай фабрикаттарды, нанды көп жемеген дұрыс. Бұл тәсілді кем дегенде 30 күн жасау керек. 4-5 килограмм салмағыңызбен қоштасасыз. Нәтижесінде бетіңіз тазарады, теріңіз әдеміленеді, буын аурулары азаяды, асқазан ішек жұмысы жақсарады, іш қатудан құтыласыз, денсаулығыңыз нығаяды. Айран диетасы да бір аптада салмақтау жоғалтуға мүмкіндік береді. Бірақ өте қиын. Диетаның бұл түрі жылдам ғана емес, денсаулық үшін де пайдалы. Айранның құрамындағы дәрумендер мен микроэлементтер ағзаны тазалап, зат алмасуды реттейді. Бір апта бойы жалғасады. Күн сайын 1,5 литр айран ішу керек. Айраннан басқа су, май аз, сүзбе, қантсыз жемістер және бірнеше пісірілген картоп рұқсат етіледі. Бір күні тек айранмен суға шыдауға тура келеді, бірақ күніне 2 килограммға дейін арықтауға болады. Достар, жоғарыда көрсетілген диета түрін өзіңізге ыңғайлысын таңдап алып, сынап көріңіздер. Видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.